Әбілет пен Тәбілеттің алғаш туған баласы Ібіліс екен. Онан кейін Ашна деген қызды туыпты. Артынша Дүйе мен Жын деген екі егіз баласы дүниеге келіпті. Жынның нәсілі қыз екен. Олардың соңынан Түлен мен Құлан деген екі егіз ұл, Албасты мен Үббе деген екі қыз туады. Ібіліс өзінің туған қарындасы Ашнаға көңіл ауады. Бірақ әке-шешесі оны Жынға айттырып, Ашнаны Дүйеға бермек болады. Ібіліс әке-шешесіне білдірмей, Ашнамен көңіл құрады екен. Осыдан бастап, некесіз қатынас қылып күнә жасайтындарды Ашна, Ашналар деп атайтын болыпты. Бір күні Әбілет пен Тәбілет оны біліп қойып, Ібілісті қуып жібереді. Ол ата-анасына ерегісіп, Тәңірдің дәргейіне алаңсыз қызмет етуге кетіп қалады. Әбілет пен Тәбілеттің ұрпағы жер бетінде арсыз, опасыз, ұятсыз, сайқал әрекеттердің алғашқы ұрығын шашқан екен. Содан бастап осыған дейін адам ұрпағын арсыз істерге шатылуы Әбілет пен Тәбілеттің ұрпағынан қалған екен деседі. Жер бетін ойраңдағаны үшін періштелер оларды тозаққа сүйрей жөнеледі. Сол кезде олардың ұрпағы тым-тырақай қашады. Қапылыста Жын мен Дүйе күлге тығылады. Күлдің үстінде ойнама, күлді баспа, күлді есіктің алдына төкпе деген тыйымдар осыдан қалыпты. Албасты мен Үббе суға сүңгіп жоғалады. Түнде суға барма, түнде жалғыз шомылма деген тыйымдар осыған орай айтылған. Құлан мен Түлен бұталардың арасына сіңіп ғайып болады. Бұтаның түбіне ұйықтама, бісімілдәсі жатпа деп айтатыны осыдан екен. Ашна лас қоқыстарды паналапты. Ашна болған адамдар осыдан бастап жасырынып іс қылатын болыпты.